Құрметті телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамыз өңірдегі жас ел жасақтарының ағымдағы жылғы жұмысына арналмақ. Осы мақсатта студиямызға Қарағанды облыстық жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқарманың бөлім жетекшісі Ержан Хамитовты арнайы шақыртып отырмыз. Жасыл ел жобасы бұл студент жастардың, оқушы жастардың демалыс уақытында уақытша жұмыспен қамтылу мақсатында жүзеге асырылатын жоба. Жазғы жұмыс басталғанға дейін студенттермен, оқушы жастармен әр өңірде кездесулер өткізіліп, осы жасыл ел жобасын түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Былтыр облысымызда 1,5 студент және оқушы жастар жасыл елмен жұмыспен қамтылды жазғы уақытта. 2017 жылы біздің сарбаздарымыз жалақыдан бөлек үстінен 17.000 теңге ғана алып отырса қосылған. Қазір бұл көрсеткіш 3 есеге өсті десек болады. Жұмыс беруші жақ өзінің Қазақстан Республикасы бойынша ең төменгі жалақыдан кем болмайтын жалақыны қояды. Соған ол қазір Қазақстанда 42.000 шамасында. Енді осы 42.000-нан кем болмайтын жалақы болады. Одан кейін біз өз тарапымыздан үстінен 35.000 теңге қосатын боламыз. Орташа есеппен алған кезде бір сарбаз 65.000 көлемінде жалақы алады. Жасыл ел өзі жұмысы басталғаннан кейін ашылу салтанаты және де жабылу салтанаты болады. Ашылу салтанатында міндетті түрде қала және аудандар ортасында спартакиада өтеді. Әртүрлі спорт түрлерінен жарыстар өткіземіз. Жабылу салтанатында ең көзге түскен, ең көп жақсы тиімді жұмыс жасаған жастарға арнайы сыйлықтар беріледі, арнайы марапаттаулар беріледі. Сондықтан да бұның өзі үлкен бір мотивация деп ойлаймыз жастар үшін. Сонымен қатар осы 3 айдың көлемінде жүзеге асырылатын жастармен арнайы кездесулер өткізіледі. Биылғы біздің жоспарымыз жастарға мәдени ақпараттық керуені бар. Әр ауданға барып жаз мезгілінде осы жұмыс істеп жатқан жастармен арнайы кездесулер өткізу, оларға мемлекеттік бағдарламалар түсіндіру және де әртүрлі жаңағы семинар тренингтер өткізу болып отыр. Instagram, Facebook, Twitter, VK жастар көп шоғырланған жерлерге YouTube каналымыз бар. Міндетті түрде сол жастар тынысы деп іздесе егерде біздің әлеуметтік желіден таба алады. Ол жерде барлық видеороликтар, қалайынан жұмысқа тұру туралы ақпараттар берілген. Былтыр 2018 жылы 412.000-нан астам гектар абаттандырылды жер. Яғни оның ішінде шамамен 2.000-нан астам ағаш отырғызылды облыс бойынша. Егер жастарға дұрыс жұмыс беріп, жоғары деңгейде жалақысын төлей алсақ, бұның өзі үлкен көрсеткіш жеңіс деп білеміз. Жалақыдан бөлек әртүрлі акциялар өткізіледі. Яғни жастарға, сол жұмысқа тұратын жастарға, бір айға жұмысқа тұратын болса, толық киіммен қамтамасыз етеміз. Арнайы тігілген, сапалы жасыл ел бағдарламасы бойынша жұмысқа орналасуға шақырамыз. Міндетті түрде біздің әлеуметтік желідегі жастар тынысы аккаунттарына тіркеліп, сол жерден толық ақпаратты алыңыздар, бізге хабарласыңыздар, күтеміз. Біз әрдайым дайынбыз дейсіз ғой, қарсы алуға. Әрине бізде жастардың жасыл ел жасағында жазғы маусымда тиімді өткізетініне сенімдіміз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Студиямызға келіп, көлемді ақпараттарыңызбен бөліскеніңізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге.